Тараз инновациялық гуманитарлық университеті жаратылыстану факультетінің ұжымы халқымызға, университет басшылығына, ата-аналарымызға, бауырларымызға алғыс айтамыз. Татуластықтардың атап өтуіне, олардың ары қарай жетілдіруіне осы алғыс айту күні үлкен себепкер болады деп есептейміз. Алғыс айтамыз. Отанды сүю біздің перзенттік парызымыз. Мен өз алғысымды өзімнің отаныма білдіремін. Мұқағали Мақатаев отан. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағындызен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты. Боз торғайы болының шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен. Мен отанды мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуің де күйік екен. Отанды сүйгенің де күйік екен. Мұқағали Мақатаев ана. Ана сен бақыттысың жыламағың. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның. Сондықтан жыламағың. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын. Өлмейтін мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашырмағың. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл тотпасып тозбасыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап. Ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді. Аспанға жазсам сенің есіміңді. Ана сен бақыттысың тербете бер. Құбаталдан иілген бесігімді. Бізді осы шыңға жетелеп мәпелеген ақ жаулықта аналар сіздерге алғыс білдіреміз. Біздің университетіміздің ашылғанына биыл 12 жыл. Және сол 12 жылдың ішінде негізі 30-40 жыл қаланған басқа жоғарғы оқу орындарының жетпеген жетістіктеріне жетіп отыр. Осындай заманауи бағыттағы еңбек құралдарын пайдаланып, білімімізді одан әрі жетілдіргеніміз үшін белгілі итальяндық ғалым Умберто Эконың айтуы бойынша, кітап өмірді реттеуші ең күшті құрал. Ендеше 24 сағат бойы қолжетімді кітапханамыз үшін адам тамақтану үшін өмір сүрмейді, өмір сүру үшін тамақтанады. Дегенмен ас адамның арқауы деген қазақпыз ғой. Балғын әрі дәмді тағамдарыңыз үшін. Дүниеде әділдік пен адалдықтан туып өткен адамнан артық ешкім жоқ. Студенттерді адалдыққа, жауапкершілікке, сенімге үйретіп жатқан адалдық дүкені үшін университетіміздің ұжымына және ректорымыз Саурықов Ерболат Байзақұлына алғыс айтамыз.